Құлақ анатомиясы негізгі үш бөліктен тұрады: сыртқы, ортаңғы және ішкі. Жеке-жеке тоқталсақ, сыртқы құлақ бөліктерінің бірі құлақ қалқаны. Терімен қапталған сепімді шеміршектен түзілген дыбыс қабылдаушы қызмет атқаратын бөлігі. Бөліктеріне қысқа тоқталатын болсақ, құлақ шиыршығы хеликс, қарсы шиыршық антихеликс, құлақ бүртігі трагус, қарсы бүртік антитрагус және де сырғалық лобулустан тұрады. Сыртқы құлақтың келесі бөлігі сыртқы есту жолы миатус акустикус экстернум. Ол өз кезегінде екіге жіктеледі: шеміршекті және сүйекті бөліктерге. Шеміршекті бөліктерісінде май бездері және құлақ құлығын бөлетін гландуля цереминоза орналасқан. Сонымен қатар сыртқы құлақ пен ортаңғы құлақты бөліп тұрған шекара бөлік бұл мембрана тимпани, дабыл жарғағы. Оның латеральды бөлігі сыртқы құлаққа, ал медиальды бөлігі ішкі құлаққа жатады. Дабыл жарғағы шеткі бөлігінде радиарлы бағытта, ал орталық бөлігінде циркулярлы бағытта өтетін фиброзды дәнекер тұрады. Негізгі бөліктері: кіндік умбы, керілмеген бөлігі парс пласида, керілген бөлігі парс денса.